ары қарай да практикалық бөлім бұл бізде қалай projects, яғни жоба жасау керек және жоба дегеніміз не, иә? Соған тоқталғым келіп тұр. Ең бірінші біз сіздермен міне чатпен жұмыс жасауды үйрендік. Енді қазір біз сіздермен жобаны қалай жасау керек және ол дегеніміз не деген сұраққа жауап береміз, иә? Ең бірінші біз алдын ала жаңағы жоба құрауымыз мүмкін, иә? Немесе жаңадан бір жоба жасауға болады. Бұл дегеніміз қандай мағынаны білдіреді, иә? Қандай ерекшелігі бар? Неге біз тек қана чатпен ғана жұмыс жасай бермейміз? Жоба жасаудың ерекшелігі мұнда сіздің барлық ақпаратыңыз осы бір қарапайым тілмен айтқанда файл сияқты болады, соның ішінде сақталынып тұрады, иә? Мысалы, егер сіз компьютерде жұмыс жасаған кезде көбінесе қандай да бір папкалар ашып, иә, сол папканың ішіне барлығын бір үйлесімді түрде жүктеуге тырысасыз, иә. Егер де біз мысалы компьютер, ноутбукта ол папкалармен жұмыс жасамасақ, онда барлық құжаттар бізде бір бөлімде жатып, оның қайсысы бізге қажет, қайсысы қажет емес, иә, өзімізге қажетті нақты бір файлды табу қиынға соғатын еді. Дәл сол сияқты ChatGPT Edu платформасында да осылайынша жоба ретінде ашып қоюға болады, иә. Және де бұл біз ашқан жобаларды баптауларымызға болады, өзімізге қажетті иә, жұмысымызға қарай тиімді үйлестіру баптауымызға болады. Мысалы, менде қазір 9-шы сыныпқа, 10-шы сыныпқа және 8-ші А сыныпқа жоба ашып қойғам. Бұл дегеніміз мен 8-ші сыныпқа қатысты бүкіл ақпаратты тек осы жобаның ішінде жасаймын. 10-шы сыныпқа қатысты бүкіл ақпаратты осының ішінде, 9-шы сыныпқа қатысты бүкіл ақпаратты, яғни ақпарат дегеніміз бұл оқу үлгілік материалдар, КТП, КМЖ, жұмыс парағын жасау туралы ақпараттар, иә, осы бөлімде жасай аламыз. Енді мысалы қазір егер 10-шы сыныпты алатын болсақ, жоба параметрлер бөліміне өтіп, осында жүктеуге болады, иә. Және де мұнда түсін де ауыстыруға болады, өзімізге қажетті жаңағы суретін де белгілесек болады, иә, мысалы осындай түс сақтауға болады. Нұсқаулар бере аламыз. Мысалы, жобаның атауы биология 10-шы сынып және осында мен айта аламын. 10-шы сынып биология пәні бойынша көмекші, иә, ретінде жұмыс істе, берілген оқу мақсаттарын басшылыққа ал, оқушылардың жас ерекшелігін ескер, материалдарды қазақ тілінде дайында, берілмеген оқу мақсаттарын ойдан шығарма деп осылайша алдын ала біз оған нұсқаулық бере аламыз, иә. Одан кейін барып сақтау батырмасын басуға болады. Егер де сіз бұны сақтағыңыз келмесе бас тарту немесе жобаны мүлдем өшіргіңіз келсе, жобаны жою бөлімін таңдасаңыз болады. Енді ары қарай қазір сіздермен осы жобаның ішінде жұмыс жасаймыз, иә. Міне нақты бір жобаның ішінде жұмыс жасау үшін бізде жұмыс режимі автоматты түрде қосылады. Сондықтан да мен сіздерге жаңа жұмыс режимінде ұсыныстар мен жаңағы промпттар жүргізу, жұмысты реттеу осы режимде бізге ыңғайлы болады. Сондықтан да бірінші сіздерге режимдер бөлімін таныстырып өттім, иә. Енді қазір біз сіздермен осы биология 10-шы сынып жоба немесе проекттің ішінде не істеуімізге болады, иә. Онда біз дерек көздер енгізсек болады. Міне мен алдын ала 10-шы сыныпқа күнтізбелік тақырыптық жоспарды енгізіп қойғанмын. Енді қазір осы жобаның ішінде мен мынандай бір промпт жазғым келіп тұр. Енгізілген файлды пайдаланып 10-шы сыныпқа екінші жұмыс парағын құрып. Қазір енді бірге көреміз, иә. Біз осы жобаға алдын ала күнтізбелік тақырыптық жоспарды енгізіп қойған болатынбыз және осы файлды ашып, ішіндегі дерек көзбен жұмыс жасау қажет. Әрине бұған 2-3 минуттай уақыт қажет болады. Себебі не дегенмен де ол жаңа айттым ғой, тілдік модельдер жұмыс жасаған кезде үлкен ақпараттарды олар адам сияқты ойланып, адам сияқты негіздеп қарамайды. Олар кәдімгідей тілдік заңдылықтарға сүйеніп сәйкестігін табады, иә.
Енді көріп тұрғандарыңыздағыдай 29 секундтың ішінде бізге ктп файлын ашып, оның ішіндегі екінші тақырыпты алды. Екінші тақырып бізде көмірсуларды жүктеу және маңызы, моносахарид, дисахарид деген сияқты, биологтар болса біледі, бұл бізде нақты екінші тақырып екенін. Және де оқу мақсатын дұрыс көрсетілген екен, міндетті түрде мына оқу мақсатын осылайынша алып жұмыс парағына енгізбеу қажет. Бұны жаңа айтып кеткендегідей ең алдымен жаңағы тексеруіміз қажет, Міне маған енді жұмыс парағын жасау үшін негізгі параметрлерді таңдаңыз дейді, Ары қарай да дәл осы жұмыс парағын дайындау бойынша бізде вебинарлар болады. Бүгінгі менің мақсатым сіздерге осы чат және Word режимдерімен қалай жұмыс істеу керек, және оның ерекшеліктері неде, және де жобаны қалай құру керек, оның қандай ерекшелігі бар, неге біз тек қана чатта жұмыс істей бермейміз деген сияқты сұрақтарға жауап бердім деп ойлаймын. Сондықтан да осымен біздің вебинарымыздың жалпы екінші бөлімін аяқтаймыз.